Бүгінгі күні енді Ақмола облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен бірінші қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімдерінің облыстық форумы өткізілді. Жалпы форум 4 секциядан тұрды, түске дейін және пленарлық отырыстан екі форматта өткізілді. Сондықтан да 4 секция бойынша өзі әрбір секцияның ішіндегі мұғалімдер өздерінің секциялары бойынша жақсы ұсыныстарын берді. Пленарлық отырыста баяндамашылардың ұсынымдары болды. Осылардың барлығын іріктей келе, бір ұйымдастыра келе, өзіміз облыстық осы форумның резолюциясы ретінде Білім және ғылым министрлігіне өзіміздің жалпы қазақ тілі мен әдебиетін оқыту барысындағы ұсыныстарымызды жолдайтын боламыз. Сонымен қатар бүгінгі съезде мен қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін дамыту тақырыбында баяндама оқимын. Форум осы өтіп жатқан, ойлаймын, әр қазақ тілі мамандарының ойынан шығады. Жүректерінде жүрген күрделі ойлардың барлығын бүгін талқылады деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет, өте жақсы өтті. Қазір Қазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің мынау білім саласына жаңа бағыт беру мақсатында барлық пәндер бойынша съездер өтіп жатыр. Соның аясында ең алғашқы болып қазақ тілі мен әдебиетінің съезі өткен еді. Соның аясында міне форум өтіп жатыр. Жалпы қазіргі білім мазмұнын, білімнің жаңа стратегиясын анықтау мақсатында тіл ең негізгі рөл атқарады. Ол білімнің барлық құрылымында, 5 құрылымының өзінде тілдің берілуі, яғни тілдің салыстырмалылығы, тілдің интеграциялануы. Мынау қазіргі 4-ші өндірістік революция жағдайында, мынау жасанды интеллекттің өмірімізге еркін еніп келе жатқан жағдайында міндетті түрде эмоционалды интеллектінің бір факторы ол тілдің, әсіресе мемлекеттік тіл, өзіміздің ана тілінің бүгінгі ұрпаққа заманауи деңгейде берілуіне үлкен назар аударуымыз керек. Сондықтан бүгінгі күні тіл мамандары, мектептің мұғалімдері осы форумда бүгінгі заманауи тілді меңгерту мәселелері бойынша ашық талқылаулар өтіп жатыр.